Қазақстандық ММА жауынгерлер арасынан Арман Оспанов ең жарқын спортшылардың бірі екендігі сөзсіз. Оңтүстікте туып табиғатынан өжет мінезді сұңқардың әрбір жекпе-жек үлкен шоу. Ол жарқын нокауттар жасай алады. Қарсыласын сұлатпаған күннің өзінде кездесулері жанкешті өтеді. Мұны Арманның қатарынан 3 жыл бойы ACB және ACA турнирлеріндегі ерекше сыйлықтарға ие болып жүргенінен білеміз. 2017 жылы Арман ACB турнирлерінің бірінде Таичи Накаджимамен кездесіп, қарсыласын айналып теуіп құлатты. Бұл үшін кештің үздік нокаутын жасаған үшін бонусқа ие болды. 2018 жылы Арманның тағы бір кездесуі топқа ілікті. Бұл жолы ежелгі қарсыласы Алексей Полпудниковпен болған жекпе-жек кештің ең үздік кездесуі деп бағаланып, тағы да бонуспен марапатталды. Төрешілер жерлесіміз жеңілді деп шешім шығарған бұл кездесуде Арман көпшіліктің пікірі бойынша жеңіске жеткен еді. Ал биыл 2019 жылы Арман тағы да ерекшеленді. Ломали Ескиевпен болған ACE турниріндегі қарсыласты тіземен теуіп нокаутқа жіберуі тіптен сұмдық болды. Әрине, мұндай тәсілді көптеген спортшылар меңгерген, бірақ мұндай әдіспен қарсыласын құлату екінің бірінің қолынан келе бермейді. Арман мұны жасады. Енді бұл нокаут жылдың үздік атануда ғажап емес. Міне осындай жарқын жауынгеріміздің әлі де чемпиондық кездесуге шықпай жүргені неліктен? Меніңше Арман мұндайға еңбек сіңірді. Дәл қазіргі сәтте халық сұңқардың Расул Мирзаевпен кездесу өткізгенін қалайды ма? Естановтың кеткен есесін қайтарсын ба? Әрине, Расулдың Арманнан жеңілгенін әрқайсымыз-ақ көргіміз келеді. Бірақ Расул Мирзаев ресейлік Fight Nights промоушнының өкілі, ал Арман ACE-де өнер көрсетеді. Бұл екі спортшының жолдары түйіспеуі де мүмкін. Ендігі бағыт қандай? ACE лигасындағы жартылай жеңіл салмақтың чемпионы Салман Жамалдаевпен кездесу болар ма екен? Жамалдаев бұған дейінгі кездесуінде қартаң тартқан Марат Балаевпен кездесу өткізіп, төрешілер тағы да күмәнді жағдайда оны чемпион деп таныған болатын. Дәл қазір Салманмен кездесер болса, Арман фаворит болар анық. Оның үстіне шешенстандық спортшыны Арманға лига басшылары салада қоймас. Бұл жеке пікір. Мүмкін жекпе-жек ұйымдастырып тағалар. Бірақ бір білетініміз, шешенстандық спортшылардың чемпиондық кездесулерінде төрешілер оларға өте айқын бұра тартады екен. Бұл жақсы емес әрине. Тағы бір жол ол UFC. Соңғы кездері солтүстік америкалық промоушн қазақстандық спортшыларға назар аудара бастады. Алғашқы спортшыны шақырды да, бірақ Шавкат Рахмонов бас тартқан болатын. Жалғас Жұмағұлов әне-міне кетемін деп жүр. Бұл ретте жарқын нокаутер Арман UFC-дің сәнін кіргізбесе бұза қоймас. Бұған сенім мол. Қалай болғанда да барлығы уақыт еншісінде. Бізге қалғаны күту ғана.